Добрый день, здравствуйте, уважаемые гости, участники конференции. Мы рады вас приветствовать на тему конференции «Родовые корни. История края духовных традиций». Құрметті біздің татар халқының, татар азаматтары, сіздерге халықаралық конференцияны Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалымдары атынан құттықтауға рұқсат етуіңізді сұраймыз. Конференцияның біз мақсатын және оның бағыттарын өте жақсы қолдаймыз. Себебі қазақ халқы мен татар халқының туыстық байланысы, бір-біріне салт дәстүрінің тереңде жатқанын көруімізге болады. Сондықтан да бұл қазақ халқының шежіре дәстүрімен сәйкес келеді. Ол да татар халқында түркі халықтарының мұраларымен қатар екенін түсінеміз. Сондықтан конференция қатысушы ғалымдарды, дін қайраткерлерін, шәкірттерді, ұстаздарды бәрінде осы үлкен дүбірлі мерекемен құттықтаймыз. Конференцияның әрбір бағытындағы көтеріліп отқан мәселелер тек қана татар халқының емес, бұл бүкіл түркі халықтарының, қазақ халқының, башқұрт халқының, басқа да халықтарының проблемаларымен өте байланысты. Біз міне осы бағытта көріп отырып, өте өзіміздің маңызды проблемаларымызды ашып өткіміз келеді. Мысалы, аймақтың үлкен өлкенің тарихы, өлкедегі салт дәстүрлер, қазіргі уақыттағы жүріп жатқан үлкен діни тәрбиелердің мәселелері қарастырылған. Сондықтан конференцияға біз әрқашан сәттілік тілейміз, үлкен жетістіктер болсын. Көп рахмет.